Бүгінгі сабағымызды 20 ғасырда ең бір маңызды оқиғаны арқау еткен Олжас Сүлейменовтің «Адамға табын, жер енді» поэмасынан бастағалы тұрмын. Поэма адамзат тарихындағы тұңғыш ғарышкер Юрий Гагариннің ерлігіне арналады. Поэманың басты қаһарманы жасампаздық. Бүгінгі таңда ғарышқа ұшумен ешкімді таңғалдыра алмайсың. Көптеген елдер ғарыш саласының дамуына көп күш салып жатыр. Себебі ғарыш саласын игеру – болашақты игеру. Қазақстан осы салада тез алға жылжып келеді. Біздің еліміз 3 ғарышкерімен, заманымыздың 3 қаһарманымен мақтан алады. Олардың есімдері Тоқтар Әубәкіров, Талғат Мұсабаев, Айдын Айымбетов. Тоқтар 18 жасында Қарағандыдағы ұшқыштар үйірмесінде жаттығады. 1969 жылы Армавирдегі жоғары әскери авиация училищесін аяқтайды. Содан 10 жыл өткенде Мәскеудегі авиация институтын оқып, сынақшы ұшқыш дәрежесін алады. Жылдамдығы дыбыстан жоғары ұшақтарды да басқарады. Тоқтар әлемдегі ең үздік сынақшы ұшқыштардың ондығына қосылады. Жаңа авиация техникаларын сынақтан өткізу барысында көрсеткен ерлігі үшін 1988 жылы Тоқтар Әубәкіровке Кеңес одағының батыры атағы берілді. Сонымен қатар Тоқтар Әубәкіров Қазақстан Республикасының халық қаһарманы орденінің иегері. 1991 жылы 2 қазан күні Тоқтар Әубәкіров Байқоңыр ғарыш айлағынан ғарышқа ұшты. Байқоңыр ғарыш айлағы республикамыздағы Қызылорда облысының аумағында орналасқан. Адамзат алғаш рет ғарыш кемесін осы жерден ғарышқа ұшырған. Жасанды жер серіктері де осы айлақтан ғарышқа көтерілді. Ғарыш игеру ел экономикасы үшін аса маңызды. Ол Қазақстанның әлемдегі ғарыш державаларының қатарына қосылуына жол ашты. Осы тақырып бойынша үй тапсырмасы мынандай: ғарышты адамдар не үшін зерттейді? Сұрағына жазбаша жауап беру.